Қайырлы күн достар, қайырлы күн серіктестер. Coral Club компаниясының регистрациясын өткіземіз Google арқылы. Официальный Google Play арқылы жүктелген сайт арқылы емес, Google'дың өзінен сайтқа кіру арқылы жарайды. Так, мына Google'ға кіреміз. Google'ға кірдік. Мына жерде поискке басамыз. Coral, жоқ, мына жерде басасаңшы мен. Қайтадан заново жазайын. Coral Club бастық. Мына жерде компанияның официальный сайтын көрсетеді бізге. Осы официальный сайтқа кіреміз. Ой, ру болып тұр ғой мына жерде официальный сайт. Қазір ауыстырып аламыз осы руды. Мейлі, қазір өзі ауысады. Так, доставка несін ауыстырсайын, мемлекетті. Қазақстан сайтын алам. Болды. Сохранить. Көрдіңіздер, мемлекеттерді үстіп ауыстыра беруге болады. Ешқандай қиындық жоқ. Так, енді регистрацияны жасауымыз керек. Мына жерде тура. Компанияның көрдіңіздер қандай сайт бар. Мына жерде 3 сызықтан басасыз. Присоединиться и войти. Google арқылы кірдік официальный сайтқа. Көрдіңіздер ғой? Присоединиться и войти. Енді үшеде сіздің клубный номеріңіз болатын болса, мына жерге бірінші клубный номер жазасыз, екіншісіне сіздің өзіңіздің пароліңіз жазасыз. Бізге пока пароль да жоқ, клубный номер да жоқ. Біз адамды тіркеуіміз керек. Енді осыны төмен жақтан экранды көтеріп, жоғары қарай жіберетін болсаңыз, регистрацияға түсеміз. Көрдіңіз? Регистрация деп жазылып тұр. Зарегистрироваться мына жерде тұр. Көрдіңіз? Зарегистрироваться. Сіз адамды тіркейсіз, партнеріңізді. Басамыз зарегистрироваться. Зарегистрироваться болғанда, регистрацияның бүткіл керек ақпараты осы жерде. Бірінші кезекте не керек? Аты жөні, тегі, фамилиясы. Кейбір кісілерде тек қана паспорттық данный бойынша фамилиясы, есімі жазылады. Әкесінің есімі жазылмай қалады. Кейде әкесінің есімі жазылады, фамилиясы жазылмайды. Бірінші есімін жазасыз, қайсысы сізде жоқ, соның орнына қайталап жазып кету керек. Екінші моменті, регистрация кезінде қазақша алфавит әріптері алынбайды. Егер мысалға бізде деген әріп бар, әнің орнына сұрақ белгісі жазылады сайтта. Қойылатын болсаңыз, өның орнына тоже сұрақ белгісі жазылады. Сондықтан толтыратын кезде біз не істейміз? Орыс алфавитімен толтырамыз. Мына жерде есімін жазыңыз, отчествосын жазыңыз, фамилиясы, электронный почта барлығын дұрыс тексеріп алыңыздар. Мемлекетін таңдаймыз, мемлекеттің ішінде қаласын таңдаймыз. Және де коммуникация болатын тілді, орыс тілі ма, қазақ тілі ма, сол жағында кішкене уточнять етесіздер. Және төмен қарай түсеміз. Енді бұл жерде номер телефонды егер Өзбекстаннан таңдайтын болсаңыз, мына жерді флажоктың үстін басасыз, жазасыз Өзбекстан деп. Сол мемлекеттің код доступы шығады. Қандай немеген звондайсыз. Одан кейін телефон жазыңыз. Мына жерде дата рождениесін жазасыз толықтай. Выбор пола, әйел ма, ер адам бұл жағында таңдайсыз. Сіз жазатын парольді придумайте, өзіңізге пароль қойып аласыз. Ол парольді қайттан бекітесіз. Подтверждение пароля бересіз. Көрдіңіз? Енді ары қарай тағы да түсеміз. Енді бұл жерде қандай ақпарат жазылады? Мына жерде сізді шақырған консультанттың клубный номері болады. Сізді шақырған адам не өз жасайды, не сіз өзіңіз жасайсыз регистрацияны. Көрдіңіз? Сізді шақырған адамның клубный номері. Не болмаса, мына жерге оның номер телефоны жазуға болады. Ары қарай компанияның қандай онлайн регистрация жасаған компанияның арасында, сізбен компанияның арасында соглашение болады, онлайн соглашение. Ол онлайн соглашение мына жерде бекітіледі. Осы жерге галочка қоясыз, галочка қойса, продолжить деген нәрсе жасыл жанады.
егер галочка жазбайтын болсаңыз, қоймайтын болсаңыз, сіз ары қарай продолжитті баса алмайсыз, өкінішке орай. Енді қазір мен мына жерде толықтай толтырып өтуім керек, бірақ мына жерде жеке бастың ақпараты болғандықтан мен мына жерде кішкене видеоны тоқтата тұрамын. Ары қарай біткеннен кейін жалғастырамыз. Жаңа жоғары жақта айтып кеттім ғой, мысалға менде Гүлсара ханымның фамилиясы бар да, фамилиясы бар, бірақ отчествосы жазылмаған. Енді отчествосының орнын жазбайтын болсаңыз, заполните поле деп обязательно деп шығады. Сол кезде фамилиясын 2 қайтара жаздым, Бектемированы 2 қайтара жаздым. Осы моментті де ескеріп кетесіздер, жарайды. Так, көрдіңіздер, мына жерде соглашениеге звездочка қойдық, нүкте қойдық. Да, мы согласны деп. Мына жерде продолжить басылады да. Продолжить басқанда бізге каталогқа доступ береді. Міне каталогқа доступ, да. Сохранить дейді. Бізге сохранить етудің қажеті жоқ. Пока сохранить етсек, біз почта арқылы сохранить етіліп қалады. Бұл керек емес. Мына жерде тіркеген адамның клубный номері шықты. Алып тастаймыз мынаны. Енді ол клубный номерді мен жазып алуым керек. Ал болашақта сіздің кіретін пароліңізді, жаңа регистрация кезінде парольді жазып алып отырыңыздар, міндетті түрде. Каталогқа кіремін. Каталогқа кіргенде мен кіріспе бетіне жібереді бірінші главныйға. Бұл жерде сіз толықтай продукциямен толық таныса аласыз. Coral Club компаниясының кабинеті өте ақпаратқа толған не ғой, сайт. Жоғарғы деңгейде жасалған сайт. Уже онлайн жұмыс жасап жүрген адамдар, лидерлер, мынадай сайттарды көріп жүрген адамдар уже сайттың кіре берісінен-ақ уже бұл сайт, ол компания қандай екенін уже сразу біліп отырады. Мысалға, бір үйге барсақ, біз үйдің дарбазасын көрсек, ар жағында қандай болып тұрғанын да байқай береміз ғой, сол сияқты. Кіре берісінен уже байқай береді. Мына жерде продукцияның мөлшері, продукция жайлы өзі, оның қанша капсула қанша тұрады, және де сіздің сатып алатын 20% скидкаңызбен ол мына өнімнің ультимейттің қанша балл тұратыны көрсетіледі. Көрдіңіздер, осындай ақпарат барлығы ішінде бар. Аннотациясы ішінде жазылған. Бізге керегі мына жерде жоғары жақта 3 сызықша. 3 сызықша арқылы мен кіремін ары қарай. Мына Гүлсараның тұсында стрелка бар, сол стрелканы басуым керек. Личный кабинетке керек маған. Мына жерде личный кабинет, мына жерде тұр, көрдіңіздер? Личный кабинет. Личный кабинетте менға керек ақпарат осы жерде. Мысалға, Гүлсара ханым бір кісіні тіркейтін болсам, мына ссылканы сразу сохранить етіп алса болады. Сразу прямой өзіне түседі. Личник болып. Осы жерде Гүлсараның бүткіл ақпараты жазылған. Мына жерде жоғары жақта 3 сызықшаның ішінде бүткіл ақпарат бар. Бұл жерде бухгалтерияда, отдел кадрда, распоряжениеда, сіздің складыңызда, вид товарда, бүткіл инструменттің бәрі осының ішінде. Болды, осылай ары қарай уже жұмыс жасай беруге болады. Енді Гүлсара ханымға мен мына сілтемені бір жіберемін. Одан кейін бизнес партнер болуға ары қарай тағы да үйретемін сайттарды мен жұмыс жасауда. Одан кейін тағы да бір моменті бар. Мына жерде 3 нүктені көріп тұрсыздар ғой, жоғары жақта. Личный кабинет Coral Club. Сол жерде 3 нүктені басатын болсақ, осы жерде копировать ссылку, смотреть сохраненные, да. Одан кейін добавить на главный экран. Так, копировать ссылку деп копированием бассақ, мына жерде